ғылыми жоба деген жазатын адам ғылыми жобаның не екенін білу керек. Сонда ғана ол нәрсені білген кезде, таныған кезде ғана барып сол нәрсені жасай аласың. Ғылыми жоба дегеннің не нәрсе? Бұның тарихы сонау ерте кездерге созылады. Джон Дуи деген философ, педагог америкалы бұның негізін қалаған. Онда білім алғанда адамдар, балалар өмірге алған білімін өмірде қолдансын деген Джон Дуидің идеясын Уильям Килпатрик деген философ, педагог ғалым жалғастырған. Оның 1918 жылы ғылыми жоба методы және бұның мақсатты түрде білім беру саласында қолдану деген мақаласы шыққан. Міне 1918 жылы біз қайда едік, не жасап жүредік, бұл ғылыми жоба осы кезде пайда болған екен. Яғни осыдан бастап басқа елдерде де осы ғылыми жоба, білім беру саласында ғылыми жоба идеясы қолданылған. Бұның қазіргі кезде неге біз қолданып жатырмыз? Оның ортасында советтік коммунистік тәрбиенің жақтары деп оқыдық біз педколледжде. Советтік білім беру болды. Одан кейін тәуелсіздік алғаннан кейін білім беру жүйесі болды. Қазір осы кезеңдерде осы ғылыми жоба теориясы көп деп қолданылып жатыр. Неге? Себебі 21 ғасырда дамытуымыз керек қабілеттер бар ғой. Бұл қабілеттер осы ғылыми жобада қолдансақ, осы қабілеттерді біз баланың бойында дамыта аламыз. Ол қандай қабілет? Бір зерттеушілік, сосын алған білімін өмірде қолдана алу. Осы кезеңде бұл неге өте сондай өзекті болып отыр? Себебі білім алу клавиатураларды басқандай жақынымызда деп айтамыз ғой. Мысалы, ол не интернетте барлығы бар, иә. Бірақ ол тұрған нәрсе, кітаптар қаншама көп, өте көп. Интернетте барлық ресурстарда білім алам деген адамға қазір білім көп. Бірақ ол білім құры тұрса, ол саған білім болмайды. Оны қазіргі кездегі ең өзекті мәселе сол алған білімді қолдана алу. Өмір тәжірибеде қолдана алғанда ғана сенікі болады, ол білім меңгеріледі. Яғни сол білімді алған болып есептейсің. Әйтпесе білім деген нәрсе айналамызда өте көп. Осы қазіргі кезде өте өзекті мәселе, өйткені білім өте көп, оны алғанмен оны қолданғанда ғана ол білім сенікі болады, және білім алған болып есептелесің. Сондықтан да осындай алған білімді өмірде қолдана алудың әдісі ең тиімді бұл ғылыми жоба жазу болып тұр. Сондықтан да балаларға қазір оқу ағартуда, ғылыми жоба жаздыруда ең бірінші, мысалы, зерттеушілік қабілеті артады баланың. Ғылыми жоба бұл мақсатты түрде бір мақсат қойылып, мақсатты түрде сол бойынша ғылыми зерттеу жасалып, және сол бойынша жасалу керек. Ғылыми жобаның ең басты мән берілетін нәрсе мынау практикалық бөлімі. Яғни ғылыми жобаның өзінің мысалы структурасы, құрылымы бар. Оның барлығы ғылыми жоба болатын кезде тарқатып береді, айтады, иә. Мысалы, ғылыми жоба 15 беттен кем болмасын, немесе 20 бетке артық болмасын. Оның кіріспесінде мақсаты, өзектілігі болсын, және негізгі бөлімі болсын, және практикалық бөлімі болсын, әдебиеттер тізімі болсын деп жазылып тұрады. Бірақ соны жазылып тұрған, құрылымын жазылып тұрған қараған күннің өзінде ғылыми жоба жаза алмай жатуымыздың себебі не? Өйткені бір нәрсенің қандай бөлімдерден тұратынын білгенмен сен оны бәрібір де жасай алмайсың. Себебі оның қалай жасалатынын, мәнін, не үшін жасалатынын, мақсатын білгенде ғана барып соны жасауға болады. Ғылыми жобаның ең мән берілетін нәрсесі бұл практикалық бөлімі. Яғни практикалық бөлімінде оқушы, ғылыми жоба жасаған адам
бір белгілі бір тақырыпты мақсатты түрде зерттеп, соны практикалық түрде өмірде жүзеге асырады. Яғни бірінші бөлімінде, зерттеу бөлімінде алған білімін практика бөлімінде жасап шығуы керек. Ол мысалы қазақ тілі әдебиетінде бір есе жазу болуы мүмкін, мақала жазу болуы мүмкін. Қазіргі жасанды интеллект құралдарының шығуына байланысты белгілі бір тақырыпта видео жасау, немесе жаңа суреттер салу, комикс салу деген сияқты кәдімгідей бір дағдыны жетілдіріп, соны ортаға қоятындай бір іс-әрекет жасалу керек. Ғылыми жобаның бүкіл мақсаты осыған келіп тіреледі, және сонау 1918 жылдан басталған теориялық негізі қазіргі кезде өте өзекті, мәнді болып мән беріп жатқанымыздың себебі де алған білімді практикада қолдану. Сондықтан да ол идея деген нәрсе, осы міне ғылыми жоба, бұл бір педагогикалық идея ретінде тарихы, осындай бір тарихы бар, және оқушылардың, балалардың білім алуында, және ол алған білімін өмірде қолдануына септігі тиетін, көмектесетін бір тиімді әдіс ретінде қолданса тиімді, пайдалы болатындықтан осыны қазір ғылыми жоба көбірек жазып жатыр, көбірек байқаулар болып жатыр. Сондықтан да ғылыми жоба қалай жазылады, және оны не үшін жазамыз, мәні не, қандай мақсат қоямыз, және қандай нәтиже алынатындығын білсек, ғылыми жобаны да жаздыру және ғылыми жобаны жасау оңай болады деп ойлаймын. Сондықтан да ғылыми жобаны оқушыларыңызға көбірек жаздыруға тырысу керек. Өйткені ғылыми жобаның тигізер пайдасы өте көп.